Сәлеметсіз құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстандағы зейнеткерлер зейнетақы жаңалықтарын алғашқылар қатарында жеткізетұғын арнадасыз біз бастадық. Қазақстанда зейнетақы төлемдерін тағайындау жеңілдетілді. Қазақстанда есептік зейнетақы жарналарының есебінен зейнетақы төлемдерінің автоматты түрде тағайындалады деп хабарлайды Алаш.кз порталы. Бұл туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғам хабарлады. 2026 жылғы наурыздан бастап БЖЗК-да ерте зейнетақы жарналарының есебінен төлемдердің өткізімсіз тәртіпте іске асырылуы негізделген. Бұл нені білдіреді? Егер ЭЖЗ есебінен жинақтау болса, зейнеткерлік жасқа жеткен кезде төлемдер БЖЗК-ға жеке өтінім бермей-ақ автоматты түрде тағайындалады делінген ресми хабарламада. Бұл келесі жағдайларды іске асырады. Мемлекеттік бюджеттен төленетін зейнетақы рәсімдеуін кезінде міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіпкерлік зейнетақы жарналары есебінен төленетін рәсімдердің кезінде. Төлем тәртібі. Егер жинақ сомасы ең төменгі зейнетақы 12 еселенген мөлшерінде аспаса, бір жолғы төлем ретінде 2026 жылы 828.588 теңге. Ал егер одан көп болса, міндетті жарна есебінен жасалатын төлемдер бірге таусылғанға дейін ай сайын төленеді. Қажет болған жағдайда алушы төлем тәртібін өзгерту үшін БЖЗК-ға жүгінуі құрықталады. БЖЗК мәліметінше, проактивті тәртіп зейнетақы жасқа кеткеннен, бірақ бұған дейін ЕЖЗК есебінен төлемдер жүгінбеген тұлғаларда қолданылады. Соның ішінде 50 жасқа толған немесе мүгедектігі бар тұлғалар. Бұл ретте 50 жасқа толған немесе мүгедектігі бар азаматтар ЕЖЗК есебінен төлемдерін өз бетінше ресімдей алады. npd.kz сайтында жеке кабинет арқылы мобильді қосымша қор бөлімшелерінде жаңашылдықтың төлем алу үдерісін жеңілдетілген және жинақтаудың пайдалану қалу тәуекелін азайтуға бағытталған төлем ақпараты npf.kz сайтына алуға болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.